Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Ассалаумағалейкум, тұтас қазақ елім. Мына көріп тұрғаныңыздай, мына ОСП деп айтылады да, бізде мына қамыстан үгітіндісінен жасалған бұл неді? Неді аты? Таза қазақшасын тауылмай жатырмын енді. Іздеген жоқпын әлі. Ізденген жоқпын деп болады даже. Енді мен жаңа 3 бейнеролик салдым осы қамыстан жасалған панера ғой. Иә, панера дейді ғой. Енді қараңыз, мен қысқаша көрсетейін тұрмын. Неге десеңіздер, мен бағана 3 бейнеролик салдым. Мына сіздерден өтініп сұраймын, өздеріңіздің парақшаларыңызға алып кетіңіздер, Facebook болса. Ал TikTok болатын болса, мына жерде 4 бұрышты жалау тұр. Жалауды басып қаласыз, болса да өзіңізге түседі. Сосын репост деген бар, репостмен таратып жіберіңіз. Бұл Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және депутаттарға, әкім мырзаларға, кәсіпкерлер соның ішіне кіреді деп ойлаймын. Неге десеңіздер, бұл біздің өзіміздің қателігіміз, қоғамның, адамның, адамзаттың қателігі деп есептеймін. Тіл емес, дін емес, бұл коммерция. Ал жақсы кәсіпкерлер, тыңдаңыздар, кредит беріп жатыр, бәрі беріп жатыр да, біз қамыс шауып жатыр, өртеніп жатыр деп жатсыздар ғой. Сол өртенбесін десеңіздер, міне, қамыс өртенбесін десеңіздер, міне, осыдан шығатын үгінді, міне, үгінді шығып жатыр ғой, міне. Үгіндіден шығатын мынау қорытынды ағайындар. Үгіндіден шығады, осы үгіндісінен, мынаның үгіндісінен, қамыстың үгіндісінен осындай не шығады, міне қамыс. Көрсетіп отыр ғой. Қамыстың үгіндісінен бағана мынада түскені бар ғой, міне, осыны жасайды, мына ОСБ-ны. Қазақшасын қазір айтам. Енді бұдан түсетін үгінді опилка бар ғой, міне. Опилкіден мынаны істейді, мен. Қараңыздаршы, 17 мың, ал бұл 5200 теңге. Қымбат емес па? Мынаның ағашты каждый 2000 теңге ойлап қараңыздар. Мына 2000 теңге, 2000 теңге, 2000 теңге. Үшеуі 2000 теңге ғой негізі. Бірақ үшеуі жетпей қалды, потому что мына 220 ғой меніңкі, биіктігі. Көрдіңіздер ма? Әжетқана мен сатам, бірақ өтпейді. Халық қиналады. Қымбатқа неге сатасың дейді. Ал егер мына строй материал сіз қымбатқа сатып отырсаңыз, мен мынаны қалай сатам ағайындар? Ойлаңыздаршы, мына ОСБ ғой, бұл краскіленген ағайындар. Краскімде бәлемің 9000 теңгеге алдым краскімді мысалы. Ал осыған мән беріңіздерші, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай заводта салайық ағайындар. Қамыс жасайтын, бұған клей қосады, үгітеді, бүйтеді, сөйтеді, пірістеледі. Осыған есептегіше қараңызшы. Мына оқысаңыздар, міне, ультра ОСП панера. Мысалы, панера Россия. Астрхан ба, мысалы, білмеймін. Жазылмаған, оның қиын. Мына влагостойкая. Бұна су жібермейді деп қояды. Су жібермейді емес, суға қатты мынау деген. Несі ғой, мынау, краскасы ғой. Осындай айналысайық ағайындар. Мен сатам, мынаны қараш. Мынаны сатам, мынадан істеймін қазір. Соны істеп атқаным ғой. Тарат жөрек ағайындар. Бөлісіп, әрбір адам көріп әтір. Бірақ көрген не керек оны таратпағаннан кейін. Сондай бір кәсіпкерлер бізден етсін. Бар, өтірік емес, Қызылордада бар. Бірақ мен неге Қызылордадан алмайым? Мен неге Россиядан алам? 5200 теңгеге. Сол мен айтпағым. Амандықта болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.